Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Түскі асқа немесе кешкі асқа не тамақ жасарларыңызды білмесеңіздер, галушки тамағын жасауды ұсынамын. Ол үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Қазанға етті салып, бешбармаққа етті қайнатқандай қайнатып аламыз. Галушкидің қамырын илеп аламыз. Бізге керек заттар: сұйық май, 1 дана жұмыртқа, тұзды су. Қамырды қатты ғып илей беріңіздер, одан кейін июін қандыру үшін тағы да бір басып шығыңыз. Етіңіз қайнап шыққаннан кейін көбігін алып, тұз салып, қалауынша лавр жапырағын салсаңыздар болады. Мінеки, құрметті көрермендер, біздің қамырымыз дайын болды. Енді жаюды бастаймыз. Онда жақсылап сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы орташа есеппен 5-6 мм болады. Пышақты немесе шпательдің көмегімен қамырды екіге бөліп, оны кесе бастаймыз. Бөлінген қамырларды тағы да осылай бөлшектерге бөлеміз. Қалауыңыз бойынша қамырды үлкен немесе кішкентай, орташа қылып жасасаңыздар болады. Мен орташа қылып кесіп алдым. Кесілген қамырларды тарелкаға салып аламыз. Онда міндетті түрде себіңіздер. Сол кезде сіздің галушкиларыңыз жабысып қалмайды. Саусағыңызбен осылай қамырларды тартып отырып, галушкимізді жасаймыз. Дайын болған галушкиді тоңазытқыш салып қойсаңыздар, пісірген кезде өте ыңғайлы болады. Енді соусын дайындайтын боламыз. 1 кесеге айран құйдым, біреуіне сорпаны құйдым. Осылай чеснокты майдалап, екеуіне салып, қасықпен араластырып аламыз. Піскен етті өзіңіздің қалауыңызша үлкен немесе кішкентай қылып турасаңыздар болады. Қайнап тұрған сорпаға галушкиларымызды пісіріп аламыз. Осымен біздің галушкиміз дайын болды. Өте тойымды тамақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі енді тіл үйіреді. Менің видеом ұнаса каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.